Баршаңызға сәлем. Сіздерге бүгін таяқшадағы чизкейктің рецептін көрсетемін. Видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар. Толық жасалуы, осылай оформлениясы барлығын көрсететін боламын. Бізге ең алдымен печенье қажет. Кез келген печенье болады. Осылай үгітіп, үстінен еріген сары майды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Біріккен кезде осылай болып шығады. Енді оны формамызға саламыз. Менде 26 диаметрлі форма, ішінде пергамент төселген. Соның үстіне саламыз. Жақсылап біркелкетіп жайып шығамыз да үстінен ауырлау затпен басып шығамыз. Менде бұл кружка, яғни кружка, стакан түптері болса болады. Осылай бастырып шығамыз. Өйткені піскен кезде өзінің формасын ұстап және үгітіліп кетпес үшін. Одан кейін бұны алып қоя тұрамыз. Енді біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасы менде творожный сырдан жасалады. Креметте творожный сыры. Оның үстіне қант, жұмыртқа, кукурузды крахмал және лимонның согын қосатын боламыз. Барлығын бірден қосып жіберемін. Содан кейін бір араластырып, миксермен жақсылап миксерлейтін боламыз. Қантың еріп, барлығы біркелкі масса болғанға дейін миксерлейміз. Содан соң оның үстіне салқын сливке қосатын боламыз. Енді бізге миксердің қажеті жоқ. Осылай күрекшенің көмегімен сливкиді араластырып жібереміз. Біркелкі барлығы бір-бірімен араласқаннан соң біздің салмамыз дайын. Пешіңізді қыздырып қоямыз. Салманы бағанағы дайындап қойған печеньенің үстіне құяп, жақсылап жайып шығамыз. Сосын бір-екі рет сілкіп жіберсеңіздер болғаны өзінің формасына түседі. Енді бұндағы пісіретіндегі ең бірінші әдіс, бұл чизкейктеріңіздің беті бүйтіп бір жағы томпайып немесе жарылып кететін болған жағдайда қажет болады. Противенге ыстық суды құйып пісіреміз. Яғни бірінші осы формаңыздың сыртын фольгамен орап аласыз. Сосын противенді алып, үстіне қайнап тұрған ыстық суды құясыз да, осы форманы қойып бірден пешке саласыздар. Пешіңіз қызып тұру керек. Содан соң бетін ашуға болмайды. Бұл 1,5 сағатта піседі. 1,5 сағатқа жақын қалған кезде ғана барып ашып көресіздер. Оған дейін бұл осы судың буымен және пештің ыстықтығымен чизкейк өзі пісуі керек. Сол кезде беті жарылмай, теп-тегіс болып шығады. Ортасы да толық пісетін болады. Піскеннен соң бөлме температурасында суытып, одан кейін пищевой пленкаге орайсыз. Холодильникте 1 күн тұруы керек. 1 күнде бұл өзінің формасы ішке қарай түсіп, өзінің формасын жақсы ұстап шығады. Бұл менде 1 күн тұрған чизкейк. Осылай мешокқа орап қойғанмын. Одан кейін керек бөлікке бөліп, әр қарай өзіңіз оформление жасасаңыз, немесе осылай пайдалансаңыз да болады. Енді бұл өзіңіздің қалауыңызға қарай. Ең бастысы осы чизкейкті өзінің құрамымен, өлшемдерімен жақсылап жасап шықсаңыз болғаны. Олардың барлығын видеоның астында қалдырдым. Сол жақтан көріп шықсаңыздар болады. Басқа да видеолар, осы чизкейктің тағы да түрлері бар. Соларды менің каналымнан көрсеңіздер болады. Барлығы оригинал рецепттер, бір жасағаннан шығады. Өзімнің мастер-класстан алған рецепттерім. Ең бастысы бұл бізде шпажканы қадау. Ортасына қарай толықтай қадап шығамыз. Одан кейін шоколадтармен әсемдейміз. Егер карамельді жақсы көрсеңіз, үстеріне карамельді қойып, тағы да холодильникке 1 сағаттай ұстасаңыздар болады. Менде барлығы тәтті болып кеткеннен кейін мен карамель қоспадым. Тек 1-2 түріне банан қосып шықтым, шамалы дәм беру үшін. Бұлайша өзі де тәтті. Печенье де, творожный сыр да, шоколад та барлығы тәтті болып кетеді. Шоколадқа көп малып ұстап қажеті жоқ, өйткені шоколадыңыз қалың болып кетеді. Тек осылай бір-бір ғана батырып шықсаңыз болғаны. Чизкейк міндетті түрде салқын болу керек. Шоколадыңыз бізде еріп, сұйықтау масса болған дұрыс. Мен май және кішкене сливке қосып ерттім. Ақ шоколадты да солай су моншасында ертіп аламыз. Осылай жан-жағын барлығын батырып шығамыз. Одан кейін бұл менде банан қосылған түрі. Бананды езіп, чизкейк үстіне қойдым да 1 сағатқа холодильникке салдым. Сол аралықта чизкейкпен бірге мұздап өзінің формасын ұстап тұрды. Ешқандай ағып кеткен жоқ. Бұны да шоколадқа батырып аламыз. Шоколадқа мен розовый краситель қосқанмын. Сондықтан түс беріп тұр. Әртүрлі түс болып шығу үшін. Міне біздің чизкейктеріміз осымен дайын. Үстеріне осылай жазу жазып, әртүрлі өрнектер салсаңыз болмаса, осылай шоколадпен қоя салсаңыз да болады. Мен енді осылай әртүрлі
шоколадтар қалғаннан кейін оюлар салдым, жеуге жарамды моншақтар қойдым. Осылай әрлеп шықтым. Мендегі чизкейктер өте әдемі және дәмді болып шықты. Бұл мұздап тұрған сайын өзінің дәмі кіре береді. Өте керемет, жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын рецепт. Чизкейк деген өзінің бір дәмі ерекше, бір мусқа да, бір мороженыйға да келетін дәм. Ауызашар кезде шаймен ішсеңіздер өте керемет тәттілердің бірі. Қазір ортасын кесіп көрсетейін. Ортасы барлығы толықтай піскен, шоколады да өте қатты қалың емес, керемет болып шықты. Біздің үй ішімізге өте ұнады. Жасап көріңіздер, балаларыңызға жасап беріңіздер. Жеуге де бірден тауысып қоюға да ыңғайлы. Қазіргі кезде ең хит болып жатқан рецепттердің бірі. Сау болыңыздар.